Сәлеметсің бе, балақай? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Компьютердің ішіне назар аударшы. Қандай әріптер көріп тұрсың? Бірге атайық. А, Т, П, Г, Р, У, Ш. Қысқа И. Ал бұл қандай әріп? Дұрыс айтасың. О. Бүгін біз О әрпімен және дыбысымен танысамыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. О дыбысынан басталатын сөздерді атайық. Орындық, орамал, ою, ожау, оқтау, от, ошақ. Бұл сөздердің бәрі О дыбысынан басталады. Бұл О дыбысының бас және кіші әрпі. Орындық сөзінде О дыбысы сөздің басында тұр. Қане, буынға бөліп көрейікші. О-рын-дық. 3 буын екен. Бірінші буында О әрпі келеді. О дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Оқылым, бірге оқиық. Ой, ой. Той, той. Ор, ор. Тор, тор. Ол, ол. Тол, тол. Ойна, ойна. Айна, айна. Ойла, ойла. Айша, айша. Назар аудар. Бұл жерде айна, айша сөздері неге бас әріптен? Дұрыс айтасың, өйткені ол адамның есімі. Сондықтан бас әріптен жазылады. О әрпін жазайық. Алдымен ауаға, одан кейін дәптерге жазып көр. Бірге қайтала. Келесі өлең жолдарын мұқият тыңдап, О дыбысы қай сөздерде кездесетінін анықта. Қайталап жаттап ал. Торғай, торғай, тоқылдақ. Жерден тары шоқы бап. Бөте кесі бұлтиып, шиқ-шиқ етіп отырмақ. Қай сөздерде О әрпі кездеседі екен, балалар? Дұрыс айтасың. Торғай, отырмақ, тоқылдақ, шоқып сөздерінде кездеседі екен. Оқылым сөздерін басынан бастап қайталап, бірге оқып, тақпақты жаттап ал. Бүгінгі сабақта белсенді қатыстың. Келесі кездескенше қош сау бол.